Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін 7-ші зертханалық жұмысты бірге орындайтын боламыз. Тақырыбы ерітінділердің қышқылдық және сілтілік ортасын зерттеу. Қажетті реактивтер: натрий гидроксиді ерітіндісі, фенолфталин, метилоранж, лакмус, тұз қышқылы, ас тұзының ерітіндісі. Химиялық ыдыстар мен құрал жабдықтарға бізге қажет болады сынауықтан 3 дана, сынауыққа арналған тұрғыдан 1 дана қажет болады. Бірінші тапсырмада сынауыққа 2 мг натрий гидроксиді ерітіндісін құйып, үстіне 1-2 тамшы фенолфталин тамыздық. Басқа да индикаторларды алмастырдым. Фенолфталин таңқурай, метилоранж сары, лакмус көк түсті болып өзгерді. Яғни бұл сілтілік орта екенін көрсетті. Демек, натрий гидроксиді бізде сілті болады екен балдар. Екінші тапсырмада сынауыққа 2-3 мг тұз қышқылының ерітіндісін құйып, үстіне немесе 2 тамшы метилоранж тамыздық. Индикатор мен түсін анықтадық. Метилоранжды қызғылт, фенолфталин түссіз, лакмус қызыл түсті болып өзгергенін байқадық. Үшінші тапсырмада сынауыққа 2-3 мг ас тұзының ерітіндісін құйып, үстіне 1 немесе 2 тамшы индикатордың 1 фенолфталинді тамыздық. Түссіз болып өзгерді. Яғни натрий хлориді бізде бейтарап ортаны көрсетеді екен балдар. Осы кестеге қарайтын болсақ, индикатордың бізде 3 түрі бар: лакмус, фенолфталин, метилоранж. Бізде қышқылдық ортада лакмус қызыл түсті, фенолфталин түссіз, метилоранж қызғыл түсті болады. Бейтарап ортада лакмус күлгін, фенолфталин түссіз, метилоранж қызыл сары түсте болады. Ортада бізде балдар лакмус көк, фенолфталин таңқурай, метилоранж сары түсті болады. Мінеке балдар, бүгінгі зертханалық жұмысты бірге орындадық. Осыны дәптерлеріңе жазып ала қойыңдар.